Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Диас Базарбай. Бүгінгі видеода сіздерге қазіргі таңда болып жатқан жағдайлар жайлы айтатын боламын. Ендеше видео бастамас бұрын арнаға жазылып, видеоларға лайк басып отырыңыздар. Ендеше мен видеомды бастаймын. Айтпақшы, дәл осы сәттен комментарийге жаза кетіңіздер. Егер де дәл осындай адамдар билік басында отырса, бізде қандай өзгерістер болады. Ендеше кеттік. Ал мәжілістегі жұмысын бүгін бастаған депутаттардың сасқалақтағаны сонша дайын тұрған 4 сөйлемді ежіктеп оқи алмай, тіпті Конституцияны ұстауды ұмытып кетіп жатты. Бүгін 7-ші шақырылым депутаттары халыққа адал қызмет етеміз деп ата заңды ұстап тұрып ант берді. Кезектесіп мінберге жүгіріп болған соң депутаттар күні кеше Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған мәжіліс төрағасын сайлауға кірісті. Дауыс бермес бұрын олар Нығматуллинді 40 минут бойы мақтап алды. Депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант беремін. Конституциямен және заңдарына қатаң бағынуға, депутаттармен өзінің жүктелген мәртебе міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Видеоның басында қандай адамдар жайлы айтатынымды барлығын көрген шығарсыздар. Мен дәл осы адамдар жайлы бүгінгі өзімнің пікірімді айтатын боламын. Көптеген адамдар бұлар жайлы өздерінің пікірлерін айтып үлгерді. Мен барлығын ой електен өткізіп, барлығын бақылап, бірақ сіздерге айтайын деп шештім. Ендеше менің пікірімді қабыл алыңыздар. Екі сөйлемнің басын қоса алмай жатқан билік басындағы депутаттар, яғни жаңа депутаттар, бұларға бір күннен бұрын айтады, немесе бір күн немесе бір аптадан бұрын өздеріне ескертіп қояды, дәл осы сөздерді жаттаңдар, ертең сендер халықтың алдына ант беретін боласыңдар. Дәл осылай оларға айтады. Бірақ олар жаттамай ма, әлде жаттай ма, әдейі істеп тұр ма, мен білмеймін. Ант беру рәсімінде қазақша сөйлемдерді бір-біріне келістіре алмай, алдында тұрған сөйлемдерді оқи алмай, былайша айтқанда мандара жасап отыр. Бұндай адамдардың билікке келуі мен үшін өте қорқынышты. Себебі өз тілінде сөйлей алмайтын адамдардың билікте жүргендігі мен үшін қиын. Өйткені мен ондай адамдарға сенбеймін. Екіншіден, алдарына жазылып тұрған, парақта жазылып тұрған жазулар, оны көзбен көріп 5 жасар балада айта алады. Яғни кезінде бір тақпақ айтатын кезде миллион оқушының алдында тұрып тақпақ айта береміз ғой. Дәл сол секілді олар да өздерінің танитын адамдардың алдарында сөйлей алмай отыр. Білем, қысылатындай жағдайда болады. Барлығы бірдей қысылмайды ғой. Барлығы бірдей дәл осылай сөйлемейді ғой. Мен осынысына жаным келіп кетті. Олар екі сөйлемнің басын қоса алмай отыр. Татово алдына қосып берген, алдына жазып берген параққа, кәдімгі өзіміздің қазақша шрифттен жазып берген парақты оқи алмай, бізге түсіндіріп бере алмай, айта алмай, тіпті оны оқуға да шамасы келмей жатыр. Бұны мен жауапкершіліксіз адамдар деп ойлаймын. Өйткені жауапты адам болса, дәл осы сөздерді жаттап, немесе дәл осы сөздерді таза қазақ тілде оқып, дұрыс сөйлеп, дыбыстарды дұрыс дыбысталуын қадағалайтын еді. Олар білмеймін, жай шығып айта саламыз деп ойлады ма, әлде ештеңкені ұмытпаймыз, ештеңке болмайды, жай олар халық бойы айта береді деп ойлады ма? Дәл солай ойлаған шығар. Оларға біз қанша айтып, қанша таттап атсақ та, оларға қанша сөйлеп жатсақ та, біздің сөзімізге олар құлақ аспайды. Қош, олар жайлы кім не айтпады. Тіпті олар жаңалыққа да шықты ғой. Барлық жерде шығып, уже хайп жинап алды. Мен ойымша солай. Олар уже атақты болды. Ендігі кезекте олардың шығарып жатқан заңдарына тоқталайық. Сөйлеу мәдениеттері, ант беру мәдениеттері құрып кетсін барлығы. Ендіге шығарып жатқан заңдар жайлы айтатын боламын. Мен бүгінгі видеода жаман ашуланып тұрмын. Сол үшін мен осы видеоны қысқа жасайын деп шештім. Яғни тез-тез сөйлеп, тез-тез айтып, сіздерге барлығын түсіндіріп бергім келді. Жаңадан шығып жатқан заңдар. Жаңадан шығып жатқан заңдардың ішінде зорлық-зомбылықтардың көбеюіне байланысты балалардың құқығын қорғау, балалардың мәртебесін өсіру үшін дәл осындай заңдарды қолданып жатыр екен. Менің ойымша бұндай заңдар олардың мәртебесін ешқандай өсірмейді. Балалардың өзінің ата-анасының алдындағы мәртебесі бар. Сен балаңа ұрсып қалдың, ал балаң оны полицияға немесе сенің көршілерің немесе полиция қызметкерлері сені ұрсып жатқанын көріп қалса, сені міндетті түрде соттауға алып кетеді. Яғни сенің ісің сотқа дейін барады, немесе бала бағу құқығынан айырады, балалы болу құқығынан айырады. Бұндай заң
бізге не үшін керек? Дәл осындай заңдарға байланысты мен дәл осындай Инстаграмнан бір әзіл көріп қалдым. Ой, не керек? Сөйлемде тұры жоқ қой. Естімедіңіз бе? Жаңадан заң шығып жатыр. Қазаққа жат заң шығып жатыр. Қандай заң? Ой, балаңызға тайт деп сөйлесеңіз сотталасыз. Иә. Ақсақал, ол ма? Балаңызды беске салғаныңызда жылады ма? Болды, сотталасыз. Астағфирулла, не дейді? Балаңыздың тұсауын кесіп жатқан кезде қайшыны көріп бала жыласа сотталасыз. Не дейді? Иә. Ол ма? Сүндеттей алмайсыз рұқсатынсыз. Балаңыздан рұқсат сұрайсыз, сен сүндеттеуге бола ма? Бұл заңды кім шығарайын деп отыр мұны? Білмеймін, болмаса сотталасыз. Ондай заң шықпайды бізде. Ой, іші. Жоқ, әуре болмаңдар, шықпайды ондай заң. Ондай заңды кім шығарады? Ондай заңды ата жолын білмейтін, салт дәстүрін білмейтін, діннен хабары жоқ, бір дінсіз, имансыз, надан біреу шығарады да ондайды. Тегін білмейтін, әкесінің кім екенін білмейтін, бір жезөкшеден туған біреу болмаса, ол шығармайды ондай заңды. Әділ басқарып отқан басшылар ғой бізде. Елдің ақысын жемейтін, бір тиын алмайтын сондай әділ басшылар ғой бізде бәрі. Олардың айтып жатқаны барлығы шындық. Дәл осындай заңдарды ұсынып жатқан депутаттар имансыз, өзінің салт дәстүрін білмейтін, өзінің еліне деген құрметсіз және біздің қазақ халқын өзінің мәдениетін құрту сияқты дәл сондай жағдайлар үшін жасап жатыр деп ойлаймын өз басым. Бұл менің өзімнің жеке пікірім. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Дәл солай. Бүгінгі видео дәл осындай болды. Мен бұл заңдарға түкіргенім бар, және басқалардың да түкіргені бар деп ойлаймын, өйткені барлық жерде дәл осы заңдар үлкен резонанс туғызып жатыр. Ендеше сіздермен бірге болған Жас Базарбай, арнаға жазылып, видеоларға лайк баса кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.